Біз ана біреудің ақырғы сәттерінде көп әңгіме айтады ғой бізде неге ше? Ол деген қағбаны құшақтап жатса да кешірмейді деп ше. Кімсің сен? Кімсің? Құдайдың рахымын тарылтатын кімсің сен? Өзің мақұлықсың ғой өзің сен. Біреудің ақырет туралы әңгіме айтатын кімсің сен? Білмейсің ғой кімнің қалай дүниеден өтетінін. Сөйтіп айтып жүрген кезде өзің шығып кететін шығарсың ал діннен, мұртат болып кететін шығарсың ал. Көрдіңіз ба? Адам бір сөзімен діннен шығып кетуі мүмкін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямет жақындаған кезде адамдар кәпір болып, кеш батырып, мүмин болып таң атыратын болған деген. Сондай болады дейді. Кәпір болып таң атырып, мүмин болып кеш батыратын болған деген. Осындай хадис, сахих хадис бар, мен сіздерге айтайын. Ол не деген сөз? Таңертең мұсылман болып оянасың, как будто таң намазын оқып жатқан сияқтысың да, кешкісін ұйықтайын деп жатқан кезде діннен шығып кеткенсің да, діннен. Қалай шығып кеттің? Білмейсің өзің. Лапылдап әр нәрсені айтып жүрген кезде аузыңнан байқамай діннен шығаратын бір сөз айтып қойғансың да. Қатты сөйлейтін адамдар болады деген ғой қияметке жақын. Біреу туралы әңгіме айтатын. Бір сөзің діннен шығарып жіберуі мүмкін ғой сен. Білмейсің бірақ. Намаз оқып жатсың да, бірақ ешқайсысы қабыл емес. Өйткені калиманы айтуың керексің қайтадан сен. Калима шахадатты қайтадан айтуың керек. Ана намаздар қайтадан қайту үшін орнына.